Жер бетіндегі барлық тіршілік иелеріне өмір сүру үшін энергия қажет. Саған да энергия керек, жануарларға да. Өсімдіктерге де энергия керек. Өсімдіктер энергияны күннен алады. Күн алып және құдіретті жұлдыз. Ол жан жаққа жарық пен жылу таратады. Күн энергиясының кішкене бөлігі жер бетіне жетеді. Күн сәулесі күшті қуатқа ие. Ол біздің ғаламшарымыздың ысытып, желдің пайда болуына себепкер болады. Су айналымын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар өсімдіктердің өсуіне қажетті энергияны береді. Күн суды ысытады. Су буланып, бу төбеге көтеріледі. Бу жоғарыда салқындап, бұлтқа айналады. Кейін ол жаңбыр болып қайта түседі. Су көлдерде, өзендер мен бұлақтарда жиналады. Кейін ол қайта буланып, цикл қайталанады. Су циклы өсімдіктер мен жануарларға қажетті ылғалды береді. Адамдар күн энергиясын пайдаланудың әдістерін қарастыруда. Күн энергиясын көлікті қуаттауға, үй жылытуға, тіпті смартфондар үшін қолданып жатыр. Өсімдіктер жердің кез келген бөлігінде өсе алады. Олар мұхитта, тауларда, тіпті шөлдерде де өседі. Әлемде өсімдіктің 300 мың түрі бар. Өсімдіктердің әр жерде өсуіне жағдай жасалған. Барлық өсімдікке тіршілік ету үшін бірдей нәрселер қажет. Олар күн, су, ауа және азық. Олардың өмір сүруіне көмектесетін бөліктері бірдей. Жел соққан кезде өсімдіктер неге ұшып кетпейді деп ойладың ба? Немесе жаңбыр жауғанда неге ағып кетпейді? Мұның бәрі өсімдіктің тамыры мықты болғандықтан. Өсімдіктің тамыры жердің тереңіне бойлаған. Тамыр өсімдіктің зәкірі іспеттес. Адам өмір сүруге және өсуге қажетті қоректі тағамнан алады. Өсімдіктің тамыры болса, қоректік заттарды топырақтан алады. Өсімдіктің сабақтары мықты болады, өйткені олардың маңызды қызметі бар. Өсімдік сабағы жапырақ пен гүлді ұстап тұрады. Ол өсімдіктің тірегі. Өсімдік қартайған сайын сабақ ұзарып қалыңдай бастайды. Сабақтың сырты өсімдікті қорғау үшін кедір-бұдыр болады. Сабақтың ішкі жағы өсімдікті қоректендіретін жол жүйесіне ұқсайды. Кішкентай түтіктер бүкіл өсімдік бойына су мен қоректік заттарды тасымалдайды. Сабақ өсімдікке қажет болатын қоректік затты да сақтайды. Ал жапырақтар өте әдемі. Сондай-ақ ол әр өсімдіктің маңызды бөлігі. Жапырақтардың көптеген түрі бар. Кейбіреуі үлкен, ал кейбіреулері кішкентай болып келеді. Кейбіреуі тегіс және жылтыр, басқасы кедір-бұдыр және жиектері тегіс емес. Кейбіреулері жасыл, ал басқасы қоңыр немесе сарғыш болуы мүмкін. Өсімдік жапырағында өз қорегін түзеді. Бұл жапырақ тақтасында орын алады. Одан кейін азық жапырақтың жүйкесі арқылы сабаққа жеткізіледі. Сағақ жапырақ пен сабақты қосатын бөлік. Бұл бөліктің барлығы өсімдіктің өсуіне және дамуына көмектеседі. Ал сен өсімдіктің тамақ жегенін көрген бе едің? Көрмеген болсаң, өсімдік өз қорегін өзі жасай алатын жалғыз тіршілік иесі. Ұзақ жылдар бойы бұл үрдіс адамзат үшін жұмбақ болып келген. Бірақ бүгінде біз өсімдіктердің мұны қалай жасайтынын білеміз. Бұл үрдіс фотосинтез деп аталады. Қарапайым, бірақ таңғажайып құбылыс. Су, күн сәулесі, ауа болса, өсімдіктің өсуіне жұмсайтын энергияны жасау үшін жеткілікті. Фотосинтез күннен басталады. Күн болмаса, өсімдіктерде азық жасауға қажетті қуат болмас еді. Өсімдіктің жапырағындағы хлорофилл күн сәулесін сіңіреді. Су өсімдіктерге өте қажет, себебі ол сутегі мен оттегіден тұрады. Өсімдік тамыры суды жерден сіңіреді. Судың құрамындағы сутегі энергия түзу үшін қолданылады. Өсімдіктер ауадағы көмір қышқыл газын да пайдаланады. Хлорофилл көмір қышқыл газы мен сутегін өзгертеді. Оларды глюкозаға немесе қантқа айналдырады, ал глюкоза мен қантты өсімдіктер қуат ретінде пайдаланады. Хлорофилл өсімдікке түс береді. Күзде күн сәулесі азаяды, себебі түн ұзарып, күн қысқарады. Жапырақтарға түсетін күн мөлшері азайып, өсімдік хлорофилл түзеді.
Біраз уақыттан кейін жапырақтар хлорофилл түзуді тоқтатады. Сол себептен жапырақтардың түсі өзгереді. Фотосинтез өсімдіктерге қуат береді. Осылайша адамдарға да көмектеседі. Өсімдіктер судағы сутегін қолданады және оттегін ауаға бөледі. Егер өсімдіктер оттегін шығармаса, біз тыныс ала алмас едік. Бізге өмір сүру үшін оттегі қажет. Өзге жануарлар да оттегімен тыныс алады. Өсімдіктер азық алу үшін көмірқышқыл газын да пайдаланады. Бұл жақсы нәрсе. Ауадағы көмірқышқыл газы мөлшерінің көп болуы адамдарға пайдалы емес. Өсімдіктер ауаны көмірқышқыл газынан тазартады. Нәтижесінде ауа таза әрі пайдалы болады. Ал ормандар оттегі өндіретін зауыт секілді. Бүгінгі тақырып түсінікті болған болса, біздің арнаға жазылып пікір қалдыр.